12 жасқа толған балаларға арналған. Батырлық, қайтпас қайсарлық, еңбекқорлық. Бұл қазақ әйеліне тән құнды қасиеттердің бір парасы. Бір шаңырақтың ұйытқысы болып, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербету нәзік жанға тиесілі ұлы қағида. Осындай ұлылықтың бәрін бір бойына сіңірген жан қазақтың тұңғыш социалистік еңбек ері Күләнда Әбдіраманова. Еңбек адамының есімі 20 ғасырдың алғашқы жартысында танылды. 1948 жылы өзіне бөлінген 18 гектар бидай алқабының әр гектарынан 34 центнер өнім алған Күләнда Әбдіраманова 1949 жылы қазақтың тұңғыш әйел социалистік еңбек ері болып танылды. Бұл көрсеткіш сол кезеңдерде рекордтық деңгей еді. Өйткені барлық жұмыс қосымша техниканың көмегінсіз қолмен және қара кетпеннің күшімен жасалған. Халықтың қамы үшін, халықтың тоқ болу үшін, елдің жақсы болу үшін осынdan керек қой. Сонан да егіп, сол нанның жақсы екенін халыққа біліп, қайтып оралғандарыңа рахмет айналайын. Көргендерінің барлық қиындық, ол балаға мейірім төгіп отыратын уақыт болған жоқ. Өзі айтып отыратын, мысалы, осы таңертең азанмен тұрып, шөп жинауға кетеді, шөп оруға кетеді, егіс оруға кетеді. Сол кезде сағат 4-5 кезінде ол кісі кетіп бара жатады, а біз ана қар үйге балабақша есебінде қалдарды, 3-4 бала сояқта балабақша есебінде. Мен сол кезде 7-8 айлық екенмін. Сөйтіп мені сояққа тастап, өзі сол жұмысқа кете беретін мысалға. Мен енді кейіннен барып, жаңағы өзі айтатын, сондай уақытта өстің сен. Сондай мейірімді ол кезде мен төге алмадым саған. Бірақ мен сені жақсы болып өсетініңе мен сенемін деп сөйтіп айтатын, сенгенмін мен деп. Негізі бұлай суық болғанымен өте жүрегі жылы кісі болатын. Біз баян етіп отырған тұлға 1920 жылы Қызылорда облысы Тереңөзек ауданы кезіндегі Карл Маркс қазіргі Нағилясов ауылында дүниеге келген. Ауылдың 7 класстық мектебін тәмамдағаннан кейін Орал қаласындағы ауыл шаруашылық техникумына оқуға аттанады. Жаны нәзік қыз баласы болса да, ерге тән агроном мамандығын игеріп шығады. Бұл 1952 жыл болатын. Сөйтіп ауылға оралған Күләнда Әбдіраманова алғашқы еңбек жолын ауылдың кітапханашысы қызметінен бастайды. Бұл да бір тәңірден түскен белгі болса керек. Өйткені құшағы кең даланы игеріп, қойнауынан астық алу үшін қажырлы еңбекпен қатар терең білімде керек. Міне, осы екі ұлы қасиет бір бойында тоғысқан еңбекқор тұлға еңбектің ер ретінде елге танылады. Еңбек адамы болғаннан кейін жаңағысы өзіне берілген жұмысты аяғына дейін бітіріп, соны орындаудыға ұмтылатын қай кезде. Ол кісі 3 жыл Оралда агрономдыққа оқыды ғой. Сол кезде мен туысқандарымыздың үйінде болдым. Сол 3 жылдан кейін келгеннен кейін барып, ол кісі мені жаңағы мектепке барғанда үйде сол кезде бастап мен кәдімгідей мен ол кісінің қызы болып есептелдім кәдімгі. Әйтпесе оның алдында 3-4 жаста мен ол кісі оқуға кетті. Мен уже 1-ші классқа баратын кезде ол кісі оқудан келді. Осы 49 жылы орденді алуға барғанда жоқшылық қой. Неге Алматыға орден алуға барған кажется. Сонда үстіне киетін киімі де болмаған екен. Біреудің жаңағы бөз көйлегін киіп сөйтіп барған екен. Өмір деген қандай мысалы. Сон
айтып отырғанда жылап та айтатындығын, осындай да өміріміз болды деп. Сыр елі десе, ең алдымен сабақтары желімен жарысқан ақ күріш айтылады. Біздің бірқатар социалистік еңбек ерлерімізде егіннің осы түрінен төстеріне медаль таққан тарихта бар. Ал Күләнда Әбдіраманова сырдың топырағына сирек бітетін бидай дақылын егумен айналысқан. Кез келген жерден алынатын өнімге ең алдымен су керек. Бұл айтпаса да түсінікті. Осы мәселені шешу жолында да Күләнда Әбдіраманова үлкен еңбек еткен жан. Білектің күшімен, кетпен салу арқылы дәурен арығының қазылуына себепкер болып атсалысады. Осылайша егін алқабына тіршілік көзін жеткізіп, дала төсіне дақыл себе бастайды. Бидаймен қатар қант қызылшасын, картоп өнімін және сырдың бұлжымас бренді ақ күрішті егіп, үлкен өнім алады. Сонау бір соғыс жылдары жер қыртысына түрен түспеген Құндызды қойнауындағы кең алқапты игеру сөз бола бастады. Бірақ бұл кезде техника мүлдем жетімсіз еді. Оның үстіне ер азамат майданға кеткен, жұмыс қолда тапшы. Дегенмен Құндыздыға егін егу керек. Ол үшін арық қазу керек. Міне, Карл Маркс колхозындағы дәурен арығы осылай қазылды. Соған алғаш кетпен ұрушылардың бірі Күләнда Әбдіраманова еді. Жалғасбек Аманов пен Кендебай Сейітовтің «Батырлар басқарған ауыл» кітабынан үзінді. Бұл кісілерге пенсияға шығып кеткен кезде, жаңағы мен 10 жаста екенмін, бірақ дегенмен ауылдың ішінде, ауылдың баласы болғаннан кейін, енді ол кімнің кім екенін ес білгесін бізде жобалап қалдық қой. Соның ішінде бір айтарым, бұл кісілер бізден бір 3-4 үй кейін тұрды, енді көрші деп айтсақ та болады. Өзі Әлбай әкеміз екеуі балдар өсіріп, кейіннен енді зейнетке шыққаннан кейін де өзінің қазақтың өзінің бір күйік тіршілігі де таусылмайды ғой. Сол тіршілікте бізге жақын тұрғаннан кейін мен өте бұлардың сол кездегі уақытында өзім көрген білгенімді енді айтып жатырмын. Өте бір бейнеткеш, өте бір сондай тірлікке жақын, өте сондай жақсы кісілер болды. Ана ретінде ол да үлкен үлгі бола білді. Мынау еңбеккер есебінде, мынау диқан есебінде онда да үлкен үлгі бола білді. Біз енді соларға қарап өстік, шынын айтқанда. Еңбек ерінің көзін көргендер ең алдымен оның қарапайымдылығын тілге тиек етеді. Расымен де, қанша жерден елдің ықыласына бөленіп, әйелдер арасында ең алғашқы болып, екінің бірі ала бермейтін алтын жұлдызды төсіне тақса да, бәз баяғы қалпын жоғалтпаған жан еді дейді көз көргендер. Әбдіраманованың еңбекке араласқан кезеңдері екінші дүниежүзілік соғыспен пара-пар келген шағы. Тұтас кеңес өкіметі абдырап ел біткеннің бәрі ертеңіне үлкен алаңдаушылықпен қарап отырған тұста, Күләнда бойды билеген үреймен соғыстан соң өміріміз қандай болмақ деген күдікті егін алқабында баса білді. Себебі қолына кетпенін алып, дала төсіне аяқ басқанда барлық шаршау мен артық ой кейін қалады екен. Бұл өз ісіне деген адалдық пен үлкен махаббат болса керек. Ол кісінің жастық шағы, балалық шағы, есейген шағының бәрі қиын уақытта өтті ғой. Соғыс басталып кеткен. Сол кездерде ер азаматтардың бәрі соғысқа кеткенде елдің бар ауыртпалығы осы әйел адамдарға түскен ғой. Соны енді жақсы түсініп, ол кісі сол елдегі әйел адамдардың ең алғашқысы болып еңбекке көтерілген кісі ғой. Алдымен дәурен, бұлайынша енді өзімізше дәурен арық дейді, бірақ ол енді канал. Әзір осы күнге дейін күріштікті суарып тұрған канал ғой енді. Соны қолмен қазған, кетпенмен, ешқандай техника жоқ, ешқандай басқа күш жоқ. Соны қолмен қазған, соны алғашқылардың бірі болып, соған кетпенін ұстап қатысып, өзінің нормасын орындап, бүкіл елге үлгі көрсеткен адам ғой. Сосын енді егіншілікпен айналысқан. Ол соғыс уақыты кезінде, соғыс уақытынан кейін бидай еккен ол кісі. Өйткені енді ұн жоқ, нан жоқ, елді сол тығырықтан, аштықтан алып шығатын сол жаңағы бидай ғой енді, соны тартады. Бидайдан өте көп
үлкен өнім ала қоймайды. Біздің жеріміз оған ыңғайлылау емес. 10 центнер ең мықты жаңағы өнім алғаны, сол 1 гектардан 10 центнерден алады, әрі кетсе 12 центнерден. Ал бұл кісі сол соғыстан кейін өзіне 18-20 гектардан жер алып, жеке қолмен ғой бәрі, себу де қолменен, суару да қолменен, отау да қолменен. Соныдан 18 гектардан 34 центнерден өнім алған кісі. Сонда бұл жалпы облыс, сол аудан бидай егумен айналысатын кісілердің ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш сол. Еңбек жолында жүрсе де 17 жасында тұрмыс құрған еңбек адам үшін отбасы бірінші орында болған. Бала тәрбиесінен бастап, үйдің әйелге жүктелген барлық шаруасы күттірмейтін шаруалардың қатарында. Осының барлығын үлгертіп игере білу, сол кезеңдерде қарапайым ғана дүние болып саналса, қазіргі күнгі көзқараспен ерлікке тән қасиет сынды. Еңбек ерінің дәл осында еңселі істері бүгінгі таңда көпке үлгі. Алтын жұлдыз таққан Күләнда апамызды 5 баланы дүниеге алып келген алтын құрсақты ана деп те айтуға толық негіз бар. Анасы салған сара жолды қуаламаса да, балалары өмір жолында өз жолдарын тапқан жандар. Жанұяда да айналасындағы адамдармен қандай араласып, мысалы менің атам өте науқас болған, сол кісіге қараған. Сосын үйдің ішіндегі жас балдарды да солай баққан мысалға. И өзінің балаларын да соншалықты сондай тәрбиелеген. Енді сөйтіп жүріп ол үшін жұмыс істеген. Енді содан ақ білуге болады ғой, мысалы қанша қиындықтарды көрген, қанша енді соғыстың кезінде бәрі де қиындық көрді, сонда да болса жаңағыдай семьясында ауру адамдар көп болған, екі адам ауру болған. Сосын жаңа кішкентай балдарыма соның барлығын үлгеріп, еще маған қарай білген ғой енді. Енді біздің әкемде, мен папам да сондай кісі болды, өте мінезі өте қатты, көп сөйлемейтін, сол бір сөзбен ақ, көздің қарасымен ақ бізді жұмсап отыратын мысалы. Күләнда Абдраманова кезіндегі Карл Маркс ауылынан да бөлек, сол кезеңдегі МТС Аламесек қазіргі Шаған ауылында да 1953-55 жылдар аралығында еңбек етеді. Шаған жерінде күріш өнімінің жаңа түрін егіп, өнім санын арттыруға атсалысады. Айтулы еңбектері еленіп, еңбеккерлерге берілетін Ленин ордені, орақ пен балға алтын медалі, еңбек қызыл ту ордені сынды сыйларға, бірқатар құрмет грамоталарына ие болады. Сонан соң 50 жылдардың аяқ жағына қарай Қызылордаға қоныс аударып біршама уақыт қалада өмір сүреді. Ауылдың тыныс-тіршілігіне үйренген адам үшін қаланың күнделікті қауырт тірлігі еңбеккерлерге сәл ерсілеу көрінеді. Бірақ бір орында отыруға жаны қас Күләнда Абдраманова қаладағы сол кезеңде жұмысы қарқын алып тұрған аяқ киім фабрикасына қарапайым жұмысшы болып орналасады. Қатарлас әріптестері бір қатарда қазақтан шыққан тұңғыш социалистік еңбек ерімен қызметтес болып тұрғанын білмегенде, біршама уақыт еңбек еткен соң ел арасында еңбек ерінің қалаға көшкені жайлы мінбердегілердің құлағына жетіп, өзіне лайық сый-құрметке ие болады. Диқаншы адам қандай егіннің түрін ексе де, ол кісі ең жоғары өнім алады. Сондай берекелі кісі ғой енді. Беріге дейін зейнетке шыққаннан кейін де сол өзі егіншілігін тастаған жоқ ол кісі. Жастар тәрбиеледі, ұстаз болды, жаңағы жастардың наставнигі дейтін еді ғой, сондай күрішке, егінге шыққан жастар тәрбиелейді. Жалпы еңбектен қалған жоқ, қашан сол жасы ұлғайып, күші қайтқанша еңбектен ешқандай араласып жүрді, сосын сол елден ешқайда кеткен жоқ. Егіншіні кетпеннің 100 асырайды деген тәмсіл бар. Расымен, білек күшімен, маңдай терінің арқасында маржан дақылды өндіріп үйренген еңбек адамы қала тынысына ұзақ тұрақтай алмайды. Осылайша 1962 жылдары Карл Маркс қазіргі Нағилясов ауылына қайта қоныс аударады. Сол кезеңде жаңа кеңшар орталығында ақшаңқан үйлер бой көтеріп жатқан еді. Жаңадан ашылған шаруашылыққа осы елдің азаматы, Кеңес одағының батыры Нағилясов директор болып тағайындалды.
Күләнда Абдраманованы да шаруашылыққа еңбек етуге шақырған осы кісі болатын. Бір ауылдан шыққан сыйлас, әрі құрдас азаматтың қолқалауымен ауылға келген Күләнда апай күріш егістігін қайта қолға алады. Басшы сенімін ақтап, бастапқыда диқандықтан бастап, кейін звеноға жетекшілік етеді. Гектарына 70,5 центнерден өнім алып, моншақ терді, маржан дәнге айналдырған еңбек ері мықтылығын тағы бір дәлелдегендей болады. Бұл кісі еркісідей болып қызмет атқарған кісі. Бұл менің балам бар екен деп, ол балдарына қараған жоқ. Бұны әжесі бақты, мына қызының өзін. Сонда бір күні келіп, терезені қаққан ғой, қап-қара қатын далада жүрген күріштің ортасында. Содан осы тешті терезеден қараған ғой, бір қара кемпір келіп тұр. Сіз сұрап тұр деп сөйдеген ғой жаңа әжесіне. Сөйтсе өзінің мамасын өзі білмейді кім екенін. Соныменен еңбек қор болған кісі, өте жақсы адам тұғын. Жыл сайын жаңағы үйіне шақырып, сүретін жеп қайтатын біз, праздниктерде жаңағы. Өте абыройлы, сондай жақсы кісі еді. Нағи Ілиясовта тұрды, коттедж үй берді өзіне. Өте жақсы қызмет атқарды. Ол ергісінің жұмысын істеді десем, мен өтірікші болмаспын. Сондай жақсы адам тұғын. Ол мен мынадай герой болдым деп те әңгімесіне ешкімге аузынан айтқан мен есткен емеспін өзінен. Біз қайта сырттан естетін біз көбіне. Күләнда сөйтіпті деп. Өте жақсы адам тұғын. Ол кішіпейілдікті мінезі өте жақсы, простой тұғын. Совет кеңестік кезде бұлайынша күріш егу мәселесі қазіргі жағдаймен салыстырғанда өте ауыр, өте жаңағы енді кетпенмен негізгі жұмыс кетпенмен істелінетін еді ғой. Жалпылама біздің ауылдың көлемінде мынау күріштің мәселесі өзі 66 жылдан басталды. Нағи Ілиясов ауылы сол 66 жылдан бастап жері тегістеліп, сол 72 жылға дейін салынды. Сол кезде жаңа жерден салынды, тегіс жерден. Енді ол жерде бұрын ел болған жоқ. Бірақ енді апамыздың анау өмір баяны, өзінің жаңа еңбек жолы әріректен басталады. Біздің ауылда негізі өзі 3 батыр болды. Совет одағының батыры Нағи Ілиясов деген кісі басқарды ауылды, одан кейін Алдаберген Бесенов ол басқарды, одан кейін енді мына еңбек ерінің бірі Күләнда Абдраманова анамыз. Ердің аты ер, әйелдің аты әйел ғой. Даладағы тірліктен басқа ол үйдің де тірлігі бар ғой. Үйдің тірлігінің өзін қазір енді сол кездегі аналарымызды, ол үйдің тірлігін істеп жүрген аналардың өзін батыр деп те айтуға болады. Өйткені себебі қазіргі тұрмыстағы пайдаланатын нәрселер ол кезде жоқ болды ғой енді. Бәрі қолмен істелінетін еді. Мал бағылады, ол енді мен жаңа айтып отқан көрші болды деп отқан. Бізге өте жақын тұрғаннан кейін өз кісілердің істеп жүрген тірліктерінің бәрі көзіміздің алдында болды. Кеңес өкіметі кезінде қазақ даласында жас буынды еңбекке баулайтын дала академигі Ыбырай Жақаевтың атымен Жақаевшылар қозғалысы қарқынды жұмыс істеді. Аталмыш ұйымға мүше болу үлкен мәртебе болатын. Өйткені 2 мәрте социалистік еңбек ерінің ізімен жүріп, оның жасаған ерлігінің бір парасын қайталау жас өрендерге үлкен арман еді. Осы қатарда жас Жақаевшыларға бағыт беріп, білген үйрететінде сол егін алқабын меңгергендер еді. 70 жылдардың басында Күләнда Абдраманова осында еңбекке ұмтылған жастарға тәлімгер болып, өз тәжірибесімен бөлісті. Сол кезеңдерде еңбек ерінің тәлімін тыңдаған біраз жан бүгінгі күнге дейін ақ күрішті өсіруде дала төсінде еңбек ететінін айтады көз көргендер. Еңбек майданы бар, даланың жұмысы бар, үйдің жұмысы бар, барлығын қатар алып жүрген кісілер. Біз өзі бүйтіп сыртынан қарап отырғанда ол кісілерге таңғалатын тұғымыз. Өзі жаңағы айтып жатады ғой. Мына қазақтың қайысқан қара келіншегі деп. Енді бізге енді келіншегі деп айтылмаймыз. Ол біздің анамыз, аңызға айналған адамдар. Бала тәрбиеледі, жастарды тәрбиеледі. Социалистік еңбек ерін алғаннан кейін бұлайынша ол кісіні Ресейге жіберген екен. Кезінде мен естуім бойынша Ресейге жіберіп, сол агрономды оқытып, оның уақытта біраз жұмыс жасаған екен. Одан кейін қалада жүріп жұмыс жасаған, қалада жүргеннен кейін кейініректе беріректе ол 69 жылдары сол кездегі
ауылдың басшысы, совхоздың басшысы Нағилясов ағамыз, ол кезде енді Совет одағының батыры ғой, соғысқа қатысқан кісі, сол кісі шақырып, сол енді жастарға үлгі болсын деген болу керек. Сол өтініш айтып, сол тағы да осы мынадай жұмыс жасап ауылға күріш еккен екен. Сол кісілерге қарап біз өстік, сол кісілерге қарап бой түзедік, сол кісілерді енді қарап сол кісілер сияқты болса екен деп армандадық. Небәрі 17 жасында еңбекке араласқан, талдырмаш келген Қараторы қыз 29 жасында өңірдегі егінжайдан әйелдер арасында ең алғашқы социалистік еңбек ері атанарын білмегенді. Өткені оның барлық ойы елдің ертеңі үшін еңбек ету еді. Сұрапыл соғыстың да салғыны соққан кезде бар ауыртпалық күләнді тәрізді қыз келіншектер мен жас өспірім балалардың және қарттардың мойнына түскен еді. Осындай жауапты сәтте сарқылып қалмаған талдырмаш қыз масақ терді, қырман күзетті, егін екті. Міне, осындай қажырлы еңбек оның есімін елеулі етті. Бүгінгі күні Күләнда Әбдіраманованың артында қалған ұрпағы еңбек ерінің есімін ұлықтап келеді. Өзі туған аудан төрінде, орталық алаңда аты жаңғырып, мүсіні тұрғызылса, қала орталығында еңбек ардагерінің есіміне көше атауы берілген. Саналы ғұмырын еңбекке арнаған тау тұлғаның ғұмыры көпке үлгі. Сыр даласынан ақ маржан күріштен бөлек бидай дақылын алуанда рекордтық көрсеткіш орнатқан алтын құрсақ дананың есімі ел есінде мәңгі.